Интервью біз жалғастырамыз. Дәл осы концерттен кейін Төреғали мен Еркенің әншілігіне күмәнмен қараушылар көбейгенде болар. Өйткені Алло әнін жанды форматта шырқаған бұл жұптың дауысы музыкамен үндесе алмай тығырыққа тірелген болатын. Алайда өзін келеке қылғандарға Төреғали тік жауап берді. Төреғали мен Еркенің шығармашылық тандемі табысты болғанмен осы дуэттің басы даудан арылмады. Соңғы кездері желіде жарияланған бұл бейне жазбада олар Алло композициясын шырқап жанды дауыстарының әуенмен үндеспеуін тыңдармандары қатты сынға алған еді. Енді араға уақыт салып Төреғали барлығын түсіндіруге бел буған. Кейбір мынандай нәрселер болады. Жанды дауыспен айтып тұрған жерде сол сенің микрофоннан жазылып жатқан дауысың барып сақталады. Сосын оны алып әдейі бұзуға болады. Оны өз көзіммен көрген мұндай кездерді. Біз күнде айтып жүрген әнімді түк айта алмайтын қылып жасап қояды. Айта кетейік, бұл ән кеші осыдан 1,5 жыл бұрын Астанада өткен екен. Германиядағы іссапардан келген бойда аталмыш концертке асығыс шыққан Төреғали бабында болмағанын айтады. Тіпті ұйымдастырушылар дуэттің дайындалуына да мүмкіндік бермеген. Әр кезде әртүрлі. Bir кезде күйің болмай тұрады. Bir кезде шынымен дауысың шықпай тұрады. Оған енді халық түсіністікпен қарайды ғой. Бірақ жаңағыдай нәрселер жасалған кезде кімге ақталып отырасың? Бейтаныс біреулер қосаншыге осылай қиянат жасағанымен бұл жұптың жігері еш жаншылмақ емес. Төреғали жуырда 5 күн қатарынан Алматы төрінде жанды дауыста концерт беруді жоспарлап отыр. Сол ансамбльді қойып, ансамбль болғанда да қандай ансамбль? Қазақтың атын әлемге әйгілі еткен Қыдырәлі ағамыздың ұлытау тобы болады. Сол жерде жанды дауыста ән айтамыз. Сол дұшпандық жасап жүрген, іштарлық қылып жүрген, өнерге бір құштары жоқ адамдардың сөзі құлағының құрышқан сыншы бір.